Армысыздар, Ирбис телекомпаниясында жаңалықтар, студияда Қасымхан Алдашев. Бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Не үшін? Әдеп кеңесі облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасарын жұмыстан шығару ұсынысын жасады. Жолдарды қар басты. Таңғы сағат 8-ден шамамен 50 автокөлік Бозшакөл станциясының айналма жолында тұрып қалды. Өз-өзіне қол жұмсағысы келген тағы бір адам құтқарылды. Полиция қызметкері көпірден секіргісі келген жас павлодарлық келіншекті ұстап қалды. Аккорд музыкалық аспаптар дүкені жетекші әлемдік брендлерден сапалы музыкалық аспаптар, керек жарақтар мен дыбыстық жабдықтарды ұсынады. Жағымды жаңалық. Аккорд жаңа жыл қарсаңында сыйлықтар мен жеңілдіктерді сыйлайды. Әр клиентке дербес қызмет көрсету. Баянмол сауда ойын-сауық орталығы. Нұрсұлтан Назарбай даңғылы 36, екінші қабат. Телефоны 8707 362 3107. Күніңізді сүйікті аккордтарыңыздан бастаңыз. Успех зергерлік салонында жаңа жылдық көңіл күй мен жеңілдіктер, алтын және күміс зергерлік бұйымдардың кең түрлері. Өзіңіз бен сүйіктілеріңізге табысты сыйлықтар жасаңыз. Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 20 Гринвич гипермаркеті. Қамзин көшесі 67 бөлшек 1. Антошка дүкендер желісі балалар бақыты мен тамаша көңіл күй әлемі. Тек қана мұнда тиімді сауда жасауға болады. Зейнеткерлерге, көп балалы отбасыларға, мүгедектерге, жаңа туған нәрестелер мен туған күн иелеріне әрдайым 10% жеңілдік бар. Сіздер үшін балаларға арналған ойыншықтар мен тауарлардың әр алуан түрлері. Антошка дүкендері келесі мекен-жайлар бойынша орналасқан. Қамзин көшесі 78, Қамзин көшесі 51, Қамзин көшесі 180, Лермонтов көшесі 88, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 285 бөлшек 1 және Екібастұз қаласы Болашақ плюс сауда ойын саттық орталығы 3-ші қабат. Антошка, қуанышты балалар, бақытты ата-аналар. Жыл бойы мен тіл алғыш болдым. Кез келген еркелікті орындадым. Ойыншықтар жинап тамақ іштім. Көптен күткен сыйлығым қайда? Естіп тұрмын, уайымдама. Мейрам басталады. Аяз ата Форада жеңілдіктермен сатып алып тұр. Фора техника дүкендерінде барлық техникаға мерекелік бағалар мен 25 айға дейін бөліп төлер. Фора Назарбаев даңғылы, Артур сауда үйі. Жүргізушілерге киім сұнған Ламберти ерлер киім салоны. Денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасарын жұмыстан шығару кеңесі берілді. Мұндай шешімді әдеп кеңесінің мүшелері шығарды. Тәртіптік іс материалдары бойынша Ерлан Ержанов өзгерту енгізу үшін 2 миллиард теңгенің конкурсын болдырмаған. Іс материалдарында Ержанов облыстық әкімшілікте кеңесші Қозыбаевпен кездескеннен кейін тендерді болдырмады деп жазылған. Екіншісі шенеунікке техникалық сипаттама жазылған флешканы берді. Кейін жаңа талап бойынша конкурс жариялау керек деп айтты. Бүгінгі кеңеске барлық қатысы барларды шақырды. Мемлекеттік сатып алумен айналысатын маман конкурс оның қатысуынсыз болмай қалғанын айтты. Барлығын тыңдаған сыбайлас жемқорлыққа қарсы ведомствоның басшысы Ержановқа флешканы не себепті берген сұрады. Ерлан Кенжебаевич эту флешку получил. Ерлан Кенжебаевич бұл флешканы алды. Онда бір жеткізуші мекемеге дәл қажетті техникалық сипаттама жазылған ақпарат болды. Сәйкесінше ол жаңа конкурста ақпаратты өзгерту керек болды. Бұл нақты бір адамға бағытталған. Әрине, кейін бақылау шарасын жалғастырдық. Нәтижесінде алған ақпарат жаңа қылмыстық іс ашуға негіз болды. Алайда қазір ол жабылды. Себебі олардың әрекетінің алдын алды. Бұл ретте Ержанов тендерді болдырмау себебі мүлдем басқа деді. Техникалық мәселеге қатысты деп сендірді. Принято решение отменить тендер для устранения нарушений. Тендерді заң бұзушылықты жою үшін болдырмадық. Мен бұған көңіл аударуды сұраймын. Кейбір лоттарға өзгеріс керек болды. Бұл медициналық құрылғылардың тізімі. Ол кезде мен жиналыс ұйымдастырдым. Барлығы бейнекамераға және хаттамада жазылған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ведомство басшысы аяушылық танытып істі сотқа жібермеді. Себебі оның алдында пара алу барысында облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Мұқашев ұсталған болатын. Тендер болмағаннан кейін Ержанов бірден сырқаттық парақша алып, еңбекке жарамсыз болды. Кейін өз еркімен жұмыстан кету өтінішін жазды. Бүгінде кеңесте оны жұмыстан шығару шешімін қабылдады. Айта кетсек, тәртіптік жазаға Қозыбаев та тартылады. Ол да сырқаттанып қалған. Айтмұхамед Айғожа, Артем Клеон, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. 2020 жылға жоспарланған қалалық бюджетінің 4/1 бөлігі білім беру саласына бағытталып отыр. Сомма көлемі 25 миллиардтан асады. Бүгін халық қалаулылары басты қаржы құжатын қабылдады. Қазына шығындары жайлы бизнес жаңалықтарында толығырақ. Бизнес жаңалықтарының демеушісі керемет сынап, сантехника және жылыту дүкені. Әрдайым тиімді және жайлы.
2020 жылға арналған қалалық бюджет көлемі 100 миллиард 804 миллион теңгені құрады. Қазынаның шығыс бөлігі дәл осындай көлемде қалмақ. Әдеттегіде әлеуметтік салаға ерекше назар аударып отыр. Бұған 29 миллиардтан астам теңге бөлінді. 3 миллиард 129 миллион 322 мың теңге жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне бөлінеді. Білім беру бөліміне 24 миллиард 784 мың 172 мың теңге қарастырылған. Спорт және дене шынықтыру бөлімінің еншісінде 923 миллион 424 мың теңге. Мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне 518 миллион 13 мың теңге. Ішкі саясат бөліміне 73 миллион 565 мың теңге бөлінеді. Тұрғын үй коммуналды шаруашылығы саласына 5 миллиардтан астам теңге қарастырылған. Осы ретте келесі жылы облыс орталығының саябақтарын күрделі жөндеуден өткізуге ақша табылды. Сондай-ақ қаланың орамшілік аумақтарында абаттандыру жүргізу үшін 140 миллион теңге бөлу шешімі қабылданды. Бұл қаражатқа аулаларда санитарлық тазалау және шөп шабу жұмыстары атқарылады. На сферу строительства 2020 жылы құрылыс саласына 9 миллиард 555 миллион 319 мың теңге бөлінеді. Бұл қаражатта Сарыарқа және Достық шағын аудандарында бой көтеретін көп қабатты тұрғын үйлердің құрылысына, сондай-ақ Мир Алпыс көшесіндегі ПМП оқу корпустарына өткізетін жаяулар көпірінің жобалық сметалық құжаттамасының сараптамадан өтуі қарастырылған. Депутаттар 2020 жылға арналған басты қаржы құжатын бір ауыздан қолдады. Осы ретте шаһар басшысының айтуынша, келер жылы халық бюджеттің көлемі ұлғаюы мүмкін. Тұрғын үй саласының жағдайын жақсарту және көп балалы отбасыларды баспанамен қамтамасыз ету үшін қосымша 10 миллиард теңге келеді деген жоспар бар. Аида Драхова, Валерий Павлов, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарда сотты күтпей-ақ Олимп букмекерлік кеңсесінің барлық дерлік ресми кассалары жабылды. Фискалды органдар қазақстандық ойын бизнестің көшбасшысына соңғы 5 жыл үшін 145 миллиард салық есептеді. Онымен қатар салықшылардың қолына жылына 3 миллиард кірісі бар Финбет кеңсесі түсті. Заңсыз ойын бизнесін дөңгелетіп жатыр деген күдік ауған Қазақстанның 3 азаматы қамауға алынды. Нарықтағы өзге операторлар еліміздегі букмекерлердің тағдырына алаңдаулы. Қазір тексерісте тағы біреулер бар ма екенін айта алмаймын. Алайда егер кеңсе заңды бизнеспен айналысып, уақытылы салық төлеп жатса, компанияға ешқандай шағым жоқ. Букмекерлердің ойын бизнесінің өзге өкілдерінен айырмашылығы спортқа бәстігу дейді фискалдар. Егер букмекер картаға, ит жарысқа және электронды немесе шынайы рулеткаға отыз тігуді қабылдаса, лицензиядан айырылу қаупі бар. Заңсыз ойын бизнесін тексеру мен құжаттауға жедел қызметкерлер бірнеше ай жібереді. Финбет 2019-ның қыркүйегінде көзге түсті. Данная букмекерская контора имела... Аталмыш кеңсе Қазақстан бойынша 8 облыс бойынша жұмыс жасады. Павлодарда заңсыз қызмет көрсету белгісі бар 2 касса жұмыс жасады. Дегенмен павлодарлық лудамандар мен беттерларға көңіл күйді түсірмеуге болады. Толстова көшесі бойындағы экономикалық тексеріс департаменті ғимаратынан 200 метр жерде континент сауда орталығында Олимп кассасы жұмыс жасауда. Сайттағы ресми тізімде ол жоқ, бірақ стендте ескі лицензия ілулі. Ал келушілер жоқ. Қазір өз ұтысыңды алу қиынға соғуда. Павлодарда соңғы кезде ресейлік кеңселердің еншілес компаниялары белсенділік танытуда. Осындай қарқынмен олар барлық нарықты жаулап алуы мүмкін. Қасымхан Алдашев, Юрий Нестеренко, Антон Тыщенко, Ирбис телекомпаниясы. Бизнес жаңалықтарының демеушісі керемет сынап, сантехника және жылыту дүкені. Әрдайым тиімді және жайлы. Керемет сынап сантехника және жылыту дүкені өзінің тұрақты және жаңа клиенттерін күтуде. Сіздер үшін өнім түрлерінің кен таңдауы, су жылытқыштар, ұзақ жанатын қазандықтар мен түтіндіктер, жылыту радиаторлары, монша пештері, қатынастырғыштар, жылы еден жүйесі. Сонымен қатар мұнда сіз ванна бөлмесіне арналған жиһазды таңдай аласыз. Душ кабиналары, санфаянс және тағы басқалары. Ең үздік бағалар сатып алушылар үшін әрқашан науқандар мен жеңілдіктер. Қош келдіңіздер. Циолковский көшесі 24 керемет сынап дүкені, әрдайым тиімді және жайлы. Павлодарда 28 жасар әйел күйеуімен ұрысып көпірден секірмек болды. Полиция қызметкерлері уақытында көмек көрсетті. Құтқару сәті камера объективіне түсті. Көпірдегі қатты жел, дауыл және аяз әйелді тоқтатпады. Көйлек киген ол көпірдің таянышынан өтіп секіруге дайын болған. Подожди. Иди сюда. Подойди ко мне. Подожди. Вот только подойди. Как зовут вас? Никак. Только подойди. Что случилось? Тәртіп сақшысы тәуекелге барып жылдам қимылдады. Бірнеше секундта ол қызды ұстап алды. Как оказалось, на столь опрометчивый поступок... Келіншек жолдасымен ұрысып осындай әрекетке баруға мәжбүр болды. 28 жасар әйелдің 2 баласы бар. Полицейдің айтуынша оның ойланатын уақыты болмады. Оның орнында кез келген адам осылай істеуші еді.
Құтқарушы патрульді полицияның инспекторы қызметінде жүр. Департамент мәлімдегендей, бұл 2019 жылы орын алған алғашқы жағдай емес. Тәртіп сақшылары бірнеше рет өз-өзіне қол жұмсағысы келгендерді құтқарып үлгерді. Айтмұхамед Айғожа, Артем Клеон, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Павлодар облысында 50-ден астам көлік жолда қалып қойған автожүргізушілер құтқарушыларға жүгінді. Сондай-ақ біздің редакциямызға хабарласты. Адамдардың сөзінше таңғы 8-ден бастап көмек күткен. Арада бірнеше сағат өткенмен көмек келмеген. Бұл бейнені жолда қалып қойған жүргізушілер жіберді. Телефон арқылы шарасыз екендерін жеткізді. Жолда қар құрсауында қалған. Әрі қарай жүру мүмкін емес. Түскен қар биіктігі жарты метрден асады. Адамдар болса құтқарушылар көмегін күні бойы күтуде. Біз Бозшакөл станциясы жанында тұрмыз. Бұл шамамен Павлодар Қарағанды бағытындағы тас жолы. Жол өзі жабық, онда жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Одан бұрылып айналма жолға түстік. Нұр-Сұлтан Павлодар трассасына дейін осы аралықта біз қалып қойдық. Шамамен 50 шақты көлік тұр. Жүк, жеңіл көліктер, өзбектер толы автобуста бар. Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаментінде оларға қоңырау сағат 1-лерге таман түскенін айтты. Осы уақыт бойы Қазавтожолмен байланысқа шығуға тырысқан. Жолды тазалау үшін техника табылды. Адамдарды жылыту бекеттеріне орналастырмақ. Қарлы жолда көлікті эвакуациялау оңай емес. Самал Белгібаев, Артем Клеон, Ирбис телекомпаниясы. Пайдаланушылар әлеуметтік желілерде мобильді операторларға қатысты баға келісімі туралы комментарийлер қалдыруда. Адамдар жетекші провайдерлердің жаңа тарифтерін көріп жағасын ұстауда. Енді қызмет үшін жылына 12 рет емес 13 рет төлеуге тура келеді. Тіпті мәжілісмендер ел премьер-министрін жауап беруге шақырды. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Инатех климаттық компаниясы үйіңізге жылулық пен жайлылық сыйлайды. Мәжілісмендердің мәлімдеуінше мобильді байланыс қызметтерінің қызмет ақысы жасырын түрде 8%-тен асқан. Өзгертулер ұялы байланыс операторларымен бір жақты ретпен және қолданушылардың пікірінсіз жасалған. Роман Скляр өз жауабында мұның қаржылай келісім еместігін, провайдерлерге тарифтік жоспарды 30 күндік мерзіммен орнату ұсынылды деді. Әрқашан бір мәселені көтереді, кейін ұмытып кетеді. Мемлекет коммуналды қызметті 10%-ке төмендететінін айтқан, алайда ештеңе байқалмайды. Қандай баға келісімін айтып жатсыздар, егер барлық байланыс бір адамға тиесілі болса? Бүгін павлодарлықтар әлеуметтік желі арқылы шет аумақтардағы тас жолдарға шағымдарын жариялады. Атап айтсақ, Майқайың Павлодар, Павлодар Нұр-Сұлтан аумақтарында ондаған адам қар құрсауында қалған. В связи с ухудшением погодных условий Ауа райының күрт өзгеруіне байланысты Шідерті Нұр-Сұлтан бағытындағы жол жабылды. Автосүйерлерді абай болуға және алыс сапарға шықпауларын өтінеміз. Қиын жағдайға тап болған адамдар полиция қызметіне немесе құтқару қызметіне хабарласа алады. Ирбис телекомпаниясының ресми аккаунтындағы азық-түлік мәселесі қызу талқылануда. Тұрақтандырылған қордағы өнімдер дүкендерге жөнелтуде, алайда барлығына жететін емес. Тұрақтандыру қорында барлығы бар, ал қалалық дүкендерде әркім өз-өзіне қожайын. Құдды өзге планетада тұрып жатқандаймыз. Біздің қызанақтар қайда? Жылыжайларда кімге салды? Жылыжайларда қияр өсірілуде, алайда бағасы шарықтап барады. Қызық. Әлеуметтік желі қолданушылары бұл азаматтың ісін сынға алды. Вандал түнгі уақытта ондаған ақ қаланы қиратып тастаған. Полицейлер оны қолға түсірген. Ұсталған азамат барлығынан кешірім сұрады. Ал бұл бейнеден 42-ші мектеп оқушыларының жаңа жылды қалай тойлатып жатқандығын көруге болады. Барлығы жаңа хит әнге ММА жұлдызы Конор Макгрегордың қимылымен билеуде. Айта кету керек, жекпе-жек шебері бұл қимылға миллионердің жүрісі деген атау берген. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Инатех климаттық компаниясы үйіңізге жылулық пен жайлылық сыйлайды. Жер асты суларын пайдаланатын жер үй иелері мен кәсіпорын басшыларының назарына. Инатех компаниясының мамандары су сапасы мен сіздердің қажеттіліктеріңізді ескере отырып, су тазалау жүйелерін таңдауда көмектесіп орнатуды жүзеге асырады. Сонымен қатар, пәтеріңіздегі құбыр суларды тазалау үшін сүзгілердің әр алуан түрлері ұсынылған. Шүмек пен құман саптауынан бастап, беделді стационарлы жеке шүмегі бар нұсқаларға дейін жылыту және сумен жабдықтау үшін сорғы техникасы. Кез келген үлгідегі жоғары сапалы су жылытқыштары. Жылытқыштардың жаңа түсімі, үрлемелі жылытқыштар, майлы радиаторлар мен қуаттылығы әртүрлі конвекторлар. Сіздерді Инатех бөлшектік желісінде күтеміз.
Павлодарлықтар 4-ші емханадағы дәрі-дәрмек кешіктіріліп берілуде деп шағымдануда. Науқастардың сөзінше препараттар тапшы екен. Оларды тек шағым түсіргеннен кейін ғана беруде. Подходим, есть лекарства, нету лекарства. Потом выясняем, вот очередь стоит, смотрите сколько. Люди стоят, здесь вот только здесь стоят. Это еще вот здесь сидят, еще вон там сидят. Половина уходит, лекарств не было, да? Не было. Вот половина лекарств не было. Вот. Талғат Түресұлы бұл бейнені мобильді қосымша үшін 20 желтоқсанда түсіріп жіберген. Өткен жылы ол инсульт алған. Сол кезден бері тегін дәрі. Оның ішінде кантаб алып отырған. Ер адам мемлекеттік кепілдендірілген тегін көмегін алу үшін өтініп сұрау керектігін айтады. Желтоқсанда ол қажетті препараттарын алуға емханаға 3 рет келген. У них один ответ. Не подвезли. Лекарств нет, лекарства закончились. Оларда бір ғана жауап бар. Әлі келмеді, дәрі-дәрмек жоқ дейді. Келгендердің басым бөлігі дәрісіз кетеді. Оларды аяп кеттім. Қажетті препараттарына келеді, ал оларға өте дөрекі түрде жоқ әкелмеді деп жауап қайтады. Жыл соңы болды ғой. Қалай жеткізбеді? Әлде олар бас-бастарымен ұрлықпен айналса ма? Нәтижесінде Талғат Түресұлы 2019 жылға кантаптың 6 қаптамасын алған. Ал біздің тікелей қатысуымызбен ер адамға бірден тағы 6 қаптама берілді. Осылайша жылдық норманы жапты. Для обеспечения лекарств. 4-ші емхана желтоқсан айында жаңа тіркелген науқастарға, диспансерде есепті тұрған науқастарға, яғни емдеу кесесі өзгергендерге дәрі-дәрмекке қосымша өтінім жасады. Яғни 20-сы күні кантапқа өтінім берілді, сәйкесінше 24-ті күні келді. Павлодарлықтарға арналған дәрі-дәрмек Нұрсұлтаннан келе жатыр. СК фармация қоймасында облыстың жылдық қоры сақталады. Лекарственные средства. Бір айға қажетті медициналық препараттар қажетті көлемде әр емханада сақталады. Қажеттілік болса, яғни аз қалған немесе таратылып кеткен дәрі-дәрмекті СК фармация апта сайын қосымша жіберіп тұрады. Денсаулық сақтау басқармасында дәрілер кешіктірілмеуі тиіс деді. Егер мәселе болса, оны емханалар тудырып отырғанын жеткізді. Мұндай жағдайларда 67-49-12 нөміріне хабарласуға болады. Алдын ала өтінім бойынша келер жылға медициналық препараттар сатып алынды. СК фармацияның мәліметі бойынша қаңтардан бастап жеткізіледі. Медициналық мамандардың есебі бойынша 2020 жылдың алғашқы күндерінде желтоқсанда қалған препараттар жетуі тиіс. Дінмұхамед Умаров, Александра Петрова, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Нұрсұлтан Назарбаев даңғылындағы нөмірі 89-шы үй тұрғындары пәтерлерінде бірнеше жыл суық екенін айтуда. Қызмет көрсетуші компания бас тартқан. Олар соңында біздің редакцияға жүгінуді шешкен. Нұрсұлтан Назарбаев даңғылындағы бұл үйдің тұрғындары бүгінде үйде қалың киімді шешпей, қабат-қабат көрпемен жатады. Барлық пәтерлердегі температура 16-18 градус қана, қал аязды күні одан да төмен. Из года в год уже много лет холодно. Қыста тоңғанымызға бірнеше жыл болды. Қазір менің үйімдегі температура 16-18 градус, ал аязда 14-ке дейін түседі. Пикке жүгіндік. Олар біздің бұған қатысымыз жоқ, жылу энерго орталығы береді деді. Қалай қатысы жоқ? Жылыту құбырларын ауыстыру керек қой. Ауыстыру бойынша өтініш білдірдік. Олар жаз кезінде хабарласқан, кейін жоғалып кетті. В прошлом году обращались. Өткен жылы әкімдікке жүгінген кезде олар пик барлық жұмысты жасап жатқандығын, және жылу энерго орталығының жылуды беріп тұрғандығын айтты. Алайда жағдай өзгеріссіз, не істерімізді білмейміз. Мұнда көбіне төменгі қабаттағылар зардап шегеді екен. Жылу мәселесіне бірнеше жыл, ал жылу инспекциясының мамандары аталмыш мекенжай бойынша жазбаша не ауызша жүгіну болмаған мәлімдеді. Десе де жүгінген жағдайда тиісті шара жасайтындарын жеткізді. На сегодняшний жалоб. Бүгінге дейін жылу жетіспеушілігіне қатысты шағым азайды. Себебі күн жылы, қатты аяз болмады. Аталмыш мекенжай бойынша ешкім жүгінбеді. Бұл үйдің тұрғындары жылу инспекциясына келе алады. Немесе 62-33-22 нөміріне хабарласа алады. Мамандар міндетті түрде тексереді. Айта кетейік, жылу маусымы басталғалы тұрғындар тарапынан 400-ден астам шағым келіп түскен. Ал қыс басталысымен 15 көпқабатты үйде параметрлердің төмендеуі анықталған. Алпауытқа 2 миллион теңге айыппұл салынды. Бекбол Мырзахан, Максим Носков, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарлықтар қала орталығындағы мектепке дейінгі мекемені қалпына келтіруді сұрайды. Бұрынғы балабақша ғимараты бос тұр, ал орталық жағалауда бірнеше күн бойы жатқан қоршауды жинауға ешкім асықпауда. Бейнені біздің мобильді қосымшаға жіберді. Мобильді қосымшаның демеушісі мега сауда үйі. Беларусь жатын бөлмелері мен жиһаздарына жеңілдік сыйлайды.
Всем здравствуйте. Это красивая наша набережная. Какой день уже здесь вот и валяются ограждения. Городские наши коммунальные хозяйства, пожалуйста, уберите, наведите в порядок. Никаких деревянных лестниц, приспособлений, которые могут помочь людям спуститься и подняться, особенно пожилым, и в помине нет. Очень жаль, что наша администрация не заботится о своих граждан, и они не заботятся об их трудоспособности. Вот это здание двухэтажное, бывшего детского сада, находится во дворе ЕСТА 44, дробь 1 и ЕСТА 40. Вот она пустует. Почему не сделать бы детский сад, вернуть в собственность акимата города? В самом центре почти готовый детский сад. Село Заря. Сижу, хочу взять направление, нету ни одного врача. Все уехали, а где, не знаю. Примите меры, пожалуйста. Катаева 101. Корт. Да, его залили. Прям лед хороший, кататься охота. Где наш акимат, а? Который должен выполнять свою работу и чистить этот корт. Если он залил лед, это же не значит, что он должен, знаете, забыть про него. Посмотрите, вот человек вышел и сам своим трудом очищает, пытается хоть как-то почистить его. Вот посмотрите. Чкалово, российская перекресток. Из-под земли воду выдавать, лед уже поднялся. Наверное, что-то прорвало внутри. Успенка, Галицкая, граница Найза. Гололед стоит уже 2 недели. Как дождь прошел, и все. Как гололед стоял, так и стоит. Не посыпят, ничего не сделают. Мобилді қосымшаның демеушісі мега сауда үйі. Беларусь жатын бөлмелері мен жиһаздарына жеңілдік сыйлайды. Мега жеңілдіктер, мега таңдау, мега жиһаз. Заманауи қонақ жай бөлмелер, мега жайлы жатын бөлмелер, керемет түскі ас зоналары. Ресей мен Беларусь фабрикаларынан мега үлкен таңдау. Классика үлгілерін ұнататындар үшін әдемі нұсқалар. Ықшамды модерн, мега заманауи интерьер үшін кез келген талғамға сай келетін жиһаздардың алуан түрлері. Мега сауда үйі сіздерді жаңа түсімге шақырады. Мега жойқын. Қазақстан алюминий акционерлік қоғамы 2-ші жыл қатарынан ерекше балаларға жаңа жыл алдындағы ертеңгілік ұйымдастыруда. Аталмыш шара кәсіпорында дәстүрге айналған. Қызметкерлердің балалары осы жолы шығыстың қиял ғажайып әлеміне бөленді. Толығырақ келесі сюжетте. Қазақстан алюминий акционерлік қоғамы нағыз шоу жасауды білет. Ортада ержүрек Аладдин, сұлу Жасмин, сиқыршы Джин мен сиқырлы Глем. Танымал ертегінің кейіпкерлері балақайларды Аграба қаласына аттандырды. Интересно, актер. Маған өте ұнап жатыр. Шыққан кейіпкерлер тамаша, ойындары да күшті. Жаңа жылда барлығына бақыт пен денсаулық тілеймін. Айта кетейін, аталмыш ертеңгілік Қазақстан алюминий акционерлік қоғамы жұмыскерлерінің мүмкіндігі шектеулі балалары үшін ұйымдастырылды. Шара жалпы 16 жасқа дейінгі 50-ге жуық баланы қамтыды. Бастықтарына көптен көп рахмет. Міне 2-ші жыл, биыл міне 2-ші жыл өткізіп жатыр осындай мүгедек балаларға. Соны завод бастықтарына көптен көп рахметімді айтқым келіп тұр. Осындай міне жалғасы берсін жыл сайын. Баладар өте риза. Сонымен қатар балақайлар үшін көпіршік шоу мен ертегілік қуыршақтар өнер көрсетті. Аквагрим көмегімен балалар беттеріне сурет салғызды. Сонымен қатар мерекелік дастархан жайылды. Жаңа жылда біздің зауыттың, біздің топтың дәстүрлері болашақта да қала бергенін, ал сіздерге және балаларыңызға келе жатқан 2020 жылы денсаулық пен табыс тілеймін. Айта кетейін, осындай жаңа жыл алдындағы мерекелер Қазақстан алюминий акционерлік қоғамының тек Павлодарлық алаңында ұйымдастырылуда. Әр балаға сыйлықты тиімді етіп таңдауға тырысқан.
при выборе подарка мы... Сыйлықтарды таңдау кезінде біз әр баламен жеке жұмыс жасаймыз. Ата-аналармен сөйлесіп, әр баланың жеке қажеттілігін есепке алып сыйлықтарды таңдадық. Ертеңгіліктің басты қонақтары әрине Аяз ата мен Ақшақар. Қиял ғажайып әлем кейіпкерлері мүмкіндігі шектеулі балаларға жаңа жылдық көңіл күй сыйлады. Айта кетейін, шара осымен екінші жыл қатарынан ұйымдастырылуда. Қазақстан алюминий акционерлік қоғамындағылардың айтуынша, аталмыш ертеңгіліктер кәсіпорын үшін дәстүрлі болып қала бермек. Қасымхан Алдашев, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Шақарымызда жаңғыру жолы, жастар жолы деген атаумен жастар форумы өтті. Өз саласының үздіктері қатысқан бас қосуда жыл бойы атқарылған жұмыстар қорытындыланды. Ең үздіктер марапатталды. Толығырақ келесі сюжетте. Павлодар қаласында 14 пен 29 жас аралығында 80 мыңға жуық жас тұрады. Олардың әрқайсысы шаһардың дамуына, өркендеуіне үлесін қосуда. Бүгін олар жаңғыру жолы, жастар жолы атты форумда бас қосып, жыл бойы қолға алынып атқарылған істерді қорытындылады. Год молодежи стал... Биылғы жастар жылы жаңа жобалардың, жаңа істердің басталуына септігін тигізді. Әлеуметтік жобалар, түрлі шаралар қолға алынды. Бұл жыл Қазақстан халқының ассамблеясы үшін де табысты жыл болды. Республикалық шараларға қатысып марапат алдық. Біздің мекеме үшін, мектебіміз үшін өте ерекше биыл, себебі біздің 100% мұғалімдердің ішінде 50% жас мамандар болып келеді. Биылғы жыл жастар жылы біз үшін өте ерекше жыл болды. Одан тоқталмай ендігі жылы да жақсы орындарға, жақсы мұғалімдер тарапынан келесі жылға үлкен үмітіміз зор. Ағымдағы жылы шаһарымыздағы жастардың жұмыссыздық деңгейі 4%-ті құрады. Жас кәсіпкер жобасы аясында жаңа бизнес идеяларды жүзеге асыруға 505 мың теңгеден 86 грант бөлінген. Сондай-ақ биыл жастар жылы аясында Павлодарда ірілі-ұсақты 200-ден астам шара ұйымдастырылды. Ал бүгінгі форум үздіктерді марапаттаумен қорытындыланды. Самал Белгібаева, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Диана Звонарева көркем гимнастикадан Люксембург кубогының қола жүлдегері жарыс FIG қамқорлығы бойынша өтуде. Бұл жарыспен қатарлас тағы бір халықаралық сайыс ұйымдастырылды. Онда павлодарлықтар 9 медаль еншіледі. Алда спорт жаңалықтары. Павлодардағы ашық жарысқа Қазақстанның бірнеше қаласынан 100-ге жуық спортшысы келді. Қожайындарға қарсы су жолдарына Нұрсұлтан ұжымының көшбасшылары шықты. Спортшылардың ата-аналары балалардың нәтижесі үшін алаңдаулы. Мұнда жүзгіштерге тәлімгерлері барлық жаттығудағы нұсқаулықтарын беруде. Бастаушы спортшылар үшін ұйымдастырылған чемпионатқа басқа қалалардың бірнеше спортшылар келді. Жарыстың басты мақсаты дарынды спортшыларды табу. Олардың барлығы дерлік жақсы нәтиже көрсетуде. Елордалық құрама павлодарлықтардың басты қарсыластары. Олар 20 спортшысын алып келді. Жалпы Нұрсұлтандағы жалғыз спорт сарайында қазір 7 мыңға жуық жүзгіш жаттығады екен. Нұрсұлтан қаласының оқушылар сарайында бір бапкер 300 баланы жаттықтырады. Бізге бүгін мүгедек балалар келеді. Олар емін еркін жаттыға алады. Командалық есепте елордалық қонақтар екінші орында. Су жолдарының қожайындары көшбасшы. Келесі жылға жоспарланған ашық чемпионат мерейтойлы болмақ. Онда Ресей спортшылары келеді деп күтілуде. Республика чемпиондары бүкіл қазақстандық спартакиаданың қола жүлдегерлері. Сондай-ақ халықаралық Азия кубогының жеңімпаздары. Биыл павлодарлық гимнастшылар тағы да жүлде қорын толықтырды. Сібір кубогінде павлодарлықтар командалық 3-ші орынға жайғасты. Сібір кубогы Ресейдегі 2-ші орындағы маңызды жарыстың бірі. Әдетте Ленинск, Кузнецкке, Орал мен Қиыр Шығыстың командалары, сондай-ақ жақын шетелдік қалалардан жарысуға келетін. Состав очень сильный, там чемпион Европы. Құрама өте мықты, себебі онда Европа чемпиондары бар. Сібір бұл Ресейдің жарысын құрайды. Біз бұл жарысқа бірінші рет қатысып отырмыз. Роман Маменов тек көп сайыста 3-ші орын алды. Біз биылғы жылды сәтті аяқтадық деп ойлаймын. Тағы бір павлодарлық жастар жарысының ең кіші қатысушысы 12 жасар Нұртан Ыдырысов мықты бестіктің қатарынан көрінді. Ауыз толтырып айтуға болатын тағы бір жайт ерекше қабілетке ие қазақстандық спортшының өнерін ресейліктер жіті қадағалайтын болған. Мы неплохо показали себе. Біз өзімізді жақсы көрсете білдік. Енді бізді бәрі білетін болады. Негізгі дайындық базасы Пензада және Ленинск-Кузнецкіде. Пенза қаласындағы үлкен зал 2-1 футбол алаңы іспеттес. Ленинск-Кузнецк қаласында залда Европа мен Олимпиада чемпиондары жаттыққан.
Қаңтар айында павлодарлық команданың көшбасшысы Ресейге жаттығу жиынына барады. Маменовпен бірге Нұртаң мен Зейнолла Идрисовтар ресми түрде Олимпиадаға дайындық құрамының орталығына кірді. Айта кету керек, Олимпиадаға дайындық орталығында республиканың әр түкпірінен 11 гимнаст бар. Тоғызқұмалақ шеберлері қаламызда үздікті анықтады. Мұнда республикалық жарыс жүлделері ойнатылды. Ұлттық ойын зияткерлері блиц, классика және рапид тәртіптемелері бойынша сайысқа түсті. Спортшылар 5 сағаттай тақтада отыруы мүмкін. Алайда уақыт жылдам өтеді дейді зияткерлер. Жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған. Бір қызықтысы финалға 2 ару. Анастасия Фоос және Оксана Жұмабекова шықты. Қос зияткер елдің бірнеше дүркін чемпиондары. Павлодарлық спортшы дода үлкен жарыстар алдындағы керемет дайындық дейді. Алдағы жарыс ақпан айына жоспарланған. Бұл арулар арасында өтетін Қазақстан чемпионаты. Егерде командамыз онда жақсы нәтиже көрсетсе, ұлттық құрамаға шақырылады. Рейтингілік сайыста да жақсы нәтиже көрсету қажет. Жоғары санаттағы спортшылармен қатар мұнда шеберлер дәрежесіне жақындаған спортшылар да қатысты. Оның алдында тек топ 10 рейтингісіне енгендер ғана сайысқан болатын. Лидирует Райымбекова Роза. Мұнда Райымбекова Роза көшбасшы. Ол халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Сондай-ақ Каракулова Мадина, Темірханова Әсел, Анастасия Фоос өздерін жақсы көрсетуде. Арасында Маңғыстау облысының спортшысы да бар. Маңғыстаулық Оксана Жұмабекова өткен жылы бұл жарыстан алтынмен оралған болатын. Қазір да жоғары орын үшін күресуде. Ал жергілікті бапкерлер бұл сайыс барысында құрама жасақтаумен айналысты. Павлодарлық дзюдошылар республикалық жарыстан 15 медаль еншіледі. Оның 5-еуі алтын. Тамерлан Омаров, Аймар Алшынбаев және Ислам Нариман чемпион атанды. Спорт туралы бүгінге осы, аман сау болыңыздар. Ауа райы болжамының демеушісі Антошка ойыншықтар дүкендерінің желісі. Қуанышты балалар, бақытты ата-аналар. Антошка дүкенімен бірге жаңа жылды қарсы алуға дайындал. 16-30 желтоқсан аралығында дүкендер желісі сағат 22:00-ге дейін жұмыс істейді. Мұнда жаңа жылдық ертегі үшін бәрі бар. Шыршалар мен гирлянда, шекейлер мен жылтырақтар, карнавалдық қанаттар мен бетперделер, тәттілер мен шырша астындағы ойыншықтар. Қандай сыйлық жасауды білмей жүрсіз бе? Сыйлық сертификатын алыңыз, балаңыз өзі таңдап алады. Антошка дүкенінде ұлдар мен қыздар ұнататындардың барлығы бар. Келесі мекен жайлар бойынша келіңіздер. Қамзин көшесі 51, Қамзин көшесі 180, Лермонтов көшесі 88, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 285/1 және Қамзин 78 көшесіндегі жаңа супермаркет. Назарларыңызға желтоқсанның 26-сына арналған күн райын сынамыз. Таныстыратын Анель Жакина, армысыздар. Синоптиктердің болжауынша Алматыда аспан ашық -1 градус. Көкшетауда көшпелі бұлт, сынап бағаны -9-да тұрақтайды. Петропавлда -7, қар жауы ықтимал. Омбыда, Новосібір қалаларында қар жауады -6 градус. Барнауылда қар жауады -7 градус. Өскемен, Семей қалаларында қар жауады -5 градус. Қарағанды қаласында -9, аспан ашық болады. Бас қаламыз Нұр-Сұлтанда -12, жауын шашынсыз. Қазгидромет орталығының мамандары Павлодарда қар жауатынын. Ауа температурасы күндіз -9, түнде де -9 градус болатынын тұспалдайды. Ауа райы болжамының демеушісі Антошка ойыншықтар дүкендерінің желісі. Жаңа жылға арналған тауарлардың кең түрлерін ұсынуда. Керемет жаңалық. 16 мен 30 желтоқсан аралығында барлық дүкендер сағат 22:00-ге дейін жұмыс істейді. Айымыз жарық, күніміз нұрлы болғай, аман сау болайық. Ауа райы болжамының демеушісі Антошка ойыншықтар дүкендерінің желісі. Қуанышты балалар, бақытты ата-аналар. Әкеміз Алтыбасаров Қайролла Саттарұлының 40-ына арналған ас 27 желтоқсан күні сағат 15:00-де Мәшһүр Жүсіп атындағы мешіттің үлкен залында беріледі.